Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен жасалу жолы оп-оңай әрі дәмді қатпарлы қамырдан алма қосылған слойка деп аталатын пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен алмамызды аршып дайындап аламыз. Майдалап тураймыз. Турап алған алманы ожауға салып, жарты лимонның шырынын және суды құямыз. Газға қойып, баяу отта су толықтай сорыққанша 10-15 минут қайнатамыз. Алмамыздың суы толықтай тартылды, енді басқа ыдысқа құйып, қант, корица қосып араластырып еземіз. Егерде тәтті пирогты ұнатсаңыздар, қантты сәл көбірек салыңыздар. Толықтай езіп алған соң шетке суығанша қоя тұрамыз. Ұн сеуіп, қатпарлы қамырды 4 бұрыш етіп жаямыз. Жайылған қамырды пергамент қағазына аударып салып, шетке қоя тұрамыз. Ал енді екінші қамырымызды да дәл солай етіп жайып шығамыз. Шет жақтарын түзулеп кесіп аламыз. Екінші қамырдың үстін көріп тұрғандарыңыздай шамамен 2 см етіп тіліктер кесеміз. Бұл қамырды әзірше шетке қоя тұрамыз. Бірінші жайылған қамырдың бетіне езілген алма массасын тегістеп жағамыз. Алмамызды жағып болған соң үстіне екінші қамырды түзулеп орналастырамыз. Шет жағын жабыстырып шаншықмен бекітеміз. Жұмыртқаның сарысына 1 шай қасық сүт қосып араластырып қамырдың бетіне жағамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут қызарғанша пісіреміз. Дайын болған пирогтың бетіне бал жағып немесе қант ұнтағын сеуіп әсемдесеңіздер болады. Менің каналымда бұдан да басқа да неше түрлі өте дәмді және тез дайындалатын пирог торттар бар. Каналыма өтіп көріңіздер. Видео пайдалы болса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.